Сәлем достар, бүгін меновазиннің тағы бір қасиеттерімен танысамыз. Меновазинді емге қолдану жолдары. Радикулит. Егер мойынның желке бөлігін, омыртқаны және омыртқа тамыры аймағында майласаңыз, айтарлықтай жеңілдік пайда болады. Тұз жиналу. Егер ауыратын буындарға күнделікті меновазинді сіңдіре жағып жүрсеңіз, уақыт өте келе ауру толығымен жойылады. Жүрек ауруы. Егер ауырсыну иыққа берілсе, бас немесе тіс ауырса, күніне 2 рет құлақтың айналасын майлаңыз. Аяқ ауруы. Күн сайын аяқтың өкше, тобық, тізе айналасына ойықтарын майлаңыз. Отит. Меновазинге малынған мақта таяқшасының көмегімен құлақтың қабынатын жерлерін жеңілдетуге болады. Безеу. Терінің зақымданған аймағын меновазинге батырылған құлақ таяқшасымен күйдіруіңізге болады. Бас ауруы. Бас ауруының кез келген түрінде самай мен маңдай меновазин жағып ысқылаңыз. Жөтел мен суық тиюі. Жөтелмен бірге жүретін суық тию кезінде кеуде мен арқаны меновазинмен сүртіңіз. Процедурадан кейін жылы жүн көрпемен орануыңызды ұмытпаңыз. Ангина кезінде дәрі-дәрмек қолданумен қатар тамақ аймағын меновазинмен сүртіңіз. Сіздермен болған мен Мадина. Келесі кездескенше.